Конференц-залға жеттім. Семинар соңына таяп қалыпты. Бұл жиын компания басшыларына арналған жыл сайын өткізілетін шара. Бұл жолғы семинардың тақырыбы өнімділікті арттыру. Баят ұстаз проекторды өшіріп, орнына отырды. Зейнетке шыққанына бірнеше жыл өтсе де, жұмыстан қатты алыстамады. Зор құлшыныспен семинар өткізеді. Залдағы 120 орынның бәрі толы еді. Шара аяқталғанда семинарға қатысушының алды жеміс-жидектің қабығы мен тәтті пәттердің қағазына толды. Үстелде жартылай бос бөтелкелер қалды. Бәрі дабырлап сөйлеп, сыртқа беттеді. Бірі семинарда айтылған мәселені талқыласа, біреулері қайдағы мен жайдағыны сөз етіп барады. Ұстаз аз-маз сабыр сақтап тұрды да, бар даусымен: "Тоқтаңдар, ханымдар мен мырзалар, тоқтай тұрыңыздар", деді. Жұрт аңтарылып ұстазға қарады. "Залдан шығып кеткен адамдарға қайта кірсін деп айтыңыздар". Бәрі қайта кіріп таңырқай қарап тұр. Ұстаз микрофонды алып залдың ортасына келді де: "Бүгінгі семинардың тақырыбы жұмыс өнімділігін арттыру болатын. Залға қараңыздаршы. Еккенің тікен болса, орғаның балауса болмас деген. Егер біздің семинардың нәтижесі шашылған бөлме, жайраған 120 орындық, кірлеген тәрелке мен жартылай бос қалған бөтелкелер болса, өнімділік артпақ тұрмақ, зиянға ұшырағанымыз", деді. Директорлар бір-біріне қарады. "Бәріңізден өтінерім, орындықты түзеп қойып, жеміс қабықтарын залдың шыға берістегі қоқыс шелегіне тастап, ішінде су бар бөтелкені өзіңізбен ала кетуді сұраймын. Шөлдегенде ішерсіздер, ыдыс ішінде ішілмеген су да ысырап болады", деді ұстаз. Біреулер бұл сөзге күлді, бір-екі адам наразылық айтып күңкілдеді. Көп ұзамай зал іші қайта толды. Орындарын тазалап, біразы бөтелкелерін ұстай шықты. Ұстаз езу тартып: "Жұмыла көтерген жүк жеңілдеген, осынша жұмысты 1 минуттан аз уақыт ішінде істедіңіздер. Ал компания жалдаған еден жуушы мұны бірнеше сағат тазалар еді. Жұмыс өнімділігін арттыру деген осы. Бір түйір дәнде де бір тамшы тер болады. Еңкейіп қоқыс алғанында еңбек өнімділігіне жатады. Екінші, бір жұмысшының соған жұмсайтын уақытын азайтады", деді. Зал ұйып тыныш отыр. Бәрі жаңалыққа кенелгендей ұстаздан көз алмай қарап тұр. Ұстаз орнынан тұрып, терезеден сыртқа мойын бұрып: "Өнімділікті арттыру деген таңғажайып немесе өте қиын дүние емес. Ол компания бағбанына ауланы тазарту үшін шланганың су емес, сыпыртқыны пайдалануды үйрету. Бақшаны күн шақырайып тұрғанда емес, таңертең немесе кешке суаруды дағдыға айналдыру. Қарапайым ауыз суға арналған бөтелке ішіндегі суды ысырап етпеуді үйренген адам өнімділікті арттырудың қыр-сырын біледі деген сөз", деп аяқтады сөзін.